Қымбатты оқушы, біздің келесі сабағымыздың тақырыбы сарказм деп аталады. Сарказм дегеніміз, бұл ирония әлгіндей сырттай мақтау сияқты көрінсе, ал бұл ашықтан ашық, жек көрінішін ашықтан ашық мінін әшкерелеп келемеждеу. Мінекей, сарказм дегенде әлгі Жиенқұлдың шын бейнесін ашып ашынған кезде Сараның айтқан теңеуі. Қонжиып мінері құла жорға барса, келе алмас сол шірігін қорғаласа, рас бізді шын масқара қылар сонда, қорс етіп бармаймын деп үйде қалса. Кісі емес ел намысын ұққандай-ақ, ербиер есіз дауға шыққандай-ақ, Жиенқұл күжірейіп келер мекен, он мата арқасына тыққандай-ақ дейді. Міне байқап отырсыз ба, шын мәнінде бүкір, ештеңені ұқпайтын, дүлей, мақтаншақ, қуыс кеуде Жиенқұлдың шын бет бейнесі міне осы көркемдік тәсіл арқылы көз алдымызға елестеп тұрған жоқ па? Немесе хан емессің, қасқырсың, қасал басты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның сені басқұрсын, хан емессің, ылаңсың, қара шұбар жылансың деп қасқая қарсы Жәңгірге сөйлеген Махамбеттің осы өлеңдері тұтастай сарказмнан тұрады екен. Яғни ашықтан ашық әшкерелеу.